12 тамыз халықаралық жастар күні. Осыған орай облыста жастармен бірге ұлттық 10 күндік өткізілмек. Тарихқа тағзыматты эко-турнирі Қарахан Баба кесенесінен бастау алды. Таза Қазақстан акциясы аясындағы іс-шара жайлы Аяжан Жанали баяндасын. Тазалық жұмыстары алдымен Қарахан Баба кесенесінде өтті. Турнирге Тараз қалалық, Жамбыл, Байзақ, Жуалы аудандық жастар ресурстық орталықтарының мамандары, сондай-ақ жасыл ел еңбек жасақтары, волонтер жастар және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысты. Облыстық және қалалық ардагерлер кеңесінің мүшелері, зиялы қауым өкілдері осындай іс-шаралардың қаламызда белсенді өтіп жатқанына риза болып, жақсы тілектерін білдірді. Мына бүгінгі 10 күндегі эко-турнирдің басталуымен жастарды құттықтадық. Шын мәнінде Жамбыл облысының жастары мына осы тазалық акциясына байланысты мемлекет басшысының бастамасымен басталған тірлікті өте белсенділік көрсетті деп айтуға болады. Экологиялық мәдениетті қалыптастыруға бірден-бір үлкен себепші болып отқан бұл акция. Сондықтан да біз бұны құптаймыз. Біз жастармен біргеміз, қай уақытта болмасын, оларды қолдаймыз. Әрбір тұрғынның бойында азаматтық жауапкершілік сезімін оятып, экологиялық мәдениетті қалыптастыру бұл турнирдің басты мақсаты. Тарихтан сыр шерткен киелі мекендерді таза ұстаудың маңыздылығын түсінген жас еріктілер іс-шараға белсене атсалысты. Жастайынан еліне қызмет етіп өскен жастар болашақта қоғамға пайдасын тигізетін жарқын болашағымыздың көрінісі болары сөзсіз. 10 күндік жұмыс жоспары бекітілген. Ол 10 күндік жұмыс жоспарының арнайы өздерінің бағыттары бар. Бүгін мысалыға Таза Қазақстан акциясында басталған жоба, ертең ғылым таппай мақтанба жобасы, денсаулық зорбайлық жобасы, сондай-ақ жаңағыда мейірімділік мекені жобасы, осы бір әртүрлі жоба аясында қалалық, облыстық, аудандық деңгейлерде әртүрлі бағыттағы іс-шаралар басталады. Және де қорытынды 12 тамыз күні осы бір жалпы 10 күндіктің аясындағы қорытынды жастардың арнайы салтанатты гала-концертмен аяқталатын болады. Қоғамдық игілікке ұқыптылықпен қарау қағидаттарын қалыптастырып, туған жерімізге деген махаббатты ояту әрбіріміздің отан алдындағы борышымыз. Бүгін мынау Қарахан Баба кесенесінен басталған эко-турнир Айша Бибі және Тектұрмас кесенелерінде жалғасады. Енді бұл акцияның өте маңызы зор деп айталам. Себебі табиғат ананы қорғау, тарихи жәдігерлерімізді қастерлеу, құрметтеу, оны бүлдірмеуге, оны сақтауға, қадірлеуге мынау жастардың мәдениетін қалыптастыру, жастардың санасына, ойына осындай бір ізгі істі сіңіру болып саналады. Жастармен бірге тазалық акциясы 10 күн бойы жалғасады. Аяжан Жанали, Асылжан Шымкент, Айқын ақпарат.